еткен, ең көп табыс тапқан отбасыға бүгін 10 миллион теңге жүлдеміз бар. Сәлем достар, біз қазір Қынар этнофестке келдік. Дәл қазір менің жанымда осы фестивальдің ұйымдастырушысы Ақерке Татишева. Көңіл-күйіңіз қалай? Ой, көңіл-күй керемет. Бір жағынан қобалжу да бар, екінші жағынан өте қуаныштымыз. Осындай әлеуметтік жобаның әдемі аяқталуы, финалы бәріміз әрине қобалжимыз, бірақ өте қуанышты сәт. Білуімізше реалити шоу ұйымдастырылды. Сол қанша кезеңнен тұрды, қанша уақыт бойы жүрді және ол реалити шоудың мақсаты не болды? Біз Ақсеңгір ауылында 3 отбасыға 30 қойдан, барлығы бірге 90 қой, 6 сиыр тараттық. Осы жыл бойы апта сайын YouTube арнамыздан қалай заманауи түрмен мал шаруашылығымен айналысып, одан кәсіп қылдырып, табыс табудың жолдарын үйреттік. Осы жылдың соңына әр отбасыда төлдеп, қазір бәрін бірге қосқан кезде 180-нен артық қойлар, сосын 3 бұзау, бәрі жаңағы өніп жатыр. Мал базарына барып, оны қалай сатып, сауда табу керек екенін де көрсетіп қойдық. Енді ең көп төлдеткен, ең көп табыс тапқан отбасыға бүгін 10 миллион теңге жүлдеміз бар. Тамаша. Енді осы этнофестивальге, жалпы осы мал шаруашылығына үлес қосып жатырсыз. Не түрткі болды? Мысалы, біздің Қазақстанда үлкен потенциал дейді ғой, потенциалымыз бар. Бүкіл әлемде басқа елдермен салыстырғанда біз Қазақстан, мысалы жаңағы мұнайдан басқа қандай табыс мемлекетімізді қалай көтерсек болады, иә? Біздің ата-бабамыздан келе жатқан жақсы өндірісіміз ол мал шаруашылығы, ет шаруашылығы, тамақ. Біз бүкіл әлемнің жаңағы кормилицасы бола аламыз, иә? Соны енді Кеңес одағы кезінде жаңағы мал шаруашылығымыз кішкене отырып қалды. Соны қайта жандандырып, жастардың қызығушылығын, мал шаруашылығының беделін көтергіміз келеді. Сол үшін жастарға арналған блогерлармен, мынандай заманауи вайбпен сондай фестивальді да, реалити шоуды да әдейі жастарды баулу үшін жасап жатырмыз.